Бұл видеода Exness-тен MetaBase'ке қалай тіркеу керек көрсететін болам. Сіздер Exness-те мысалы регистрация өтіп, содан кейін барлық документтеріңіз өткеннен кейін счет беріледі, немесе жаңадан ашқыларыңыз келсе, аккаунт деген жердің оң жағында плюсик тұр. Осыны басасыздар. Мына жерде әртүрлі счеттар ашуға болады. Стандартный деген бізде минимальный 0,2 пипс беріледі, және $10 жоғары ақша салуға болады. Центовый счетта ашсаңыздар болады. Мысалы $10 салсаңыз, ол 1000 болып көрініп тұрады. Значит, 1000 цент ол жақта. Және Pro дегені бар. Бұл жерде минимальный $200 ғана сала аласыз. Спред бұл жерде 0,1 пипс болады. Raw spread деген бар. Бұл жерде минимальный $200 саласыз, бірақ пипс спреді 0. Зереде тоже сондай. Мысалы біз стандарт дегенді ашатын болсақ, Continue'ді басасыз. MetaBase. Мына жақта міне ат жазсаңыздар болады. Continue'ді басамыз. Пароль жазатын боламыз өзіміздің. Create аккаунт дейміз. Бізде 111 деген жаңағы атпен счетымыз ашылды. Енді осы жердегі Details деп тұрған 3 точканы басасыздар. Setting дегенді басамыз. Осы жақта міне логин дегенді копировать етіп аламыз. Және сервер дегенде, мысалы Exness MetaBase Real 35 деп тұр менде. MetaBase'ке кіремін. Настройкаға кіремін. Новый счет деген таңдаймын. Введите имя компании деген жерге Exness-ті тауып аламыз. Мына жақта Exness Technologies дегенді басамыз. Логин деген жерге жаңағы копировать етіп алған мен логинім жазамын. Сервер дегенде менде 35 болды. Мен осыны таптым. MetaBase Real 35 деген. Және өзім жаңағы енгізген паролімді жазамын. Вход дегенді таңдаймыз. Міне бізде USD деп ашылды, баланс бәрі. Төмен жақта, сол жағымызда бізде котировки деген бар. Осы жақта мына карандашты таңдайтын болсақ, мынаның барлығын удалить етіп тастасақ болады. Және поисқа мысалы золотаны таңдайтын болсаңыздар, USD дейміз. Көкті басамыз. Евро USD мысалы. Осылай белгілейтін болсақ, бізде шығатын болады. Осы мысалы золотының үстінен басамыз. Чарт дегенге кіреміз. Осы жақта бізде график пайда болады. Сол жағымызда бізде таймфрейм бар. Және біз сделка ашу үшін жоғары жағымызда оң жақта міне 4 бұрыш және домалақ тұр, магнит. Осы мына көкті басатын болсақ, біз қазіргі моментте жаңағындай сделка ашуымызға болады. Лимитка қоятын болсаңыздар, мына домалақты басасыздар. Мысалы мына жерде төмен жақтан ашқыларыңыз келсе, buy limit деп тұрады. Баға өлшеуге келген кезде ашам деп 0,01 лотпен ашатын болсақ, стоп лосс мысалы мына жерге дейін қойдыңыз. Take profit дегенді таңдайсыз, жоғары көтереміз. Take profit 20 деген сияқты. Сосын стрелканы басамыз, мына көк болып тұрған установить дейміз. Мына жақта бізде мысалы мына жерден келгенде стопымыз $10 болып тұр, 0,01 мен ашсақ.
Ал егер біз мына лотты өзгертетін болсақ, 0,1 тағы да біз лимиттігін басамыз. Мына жерге апарайын 0,1. Стоп лоссты жылжытамын. Мысалы, мына жерге дейін $100. Егер төмен түссе, ол минус $100 болады. Жоғары көтерсек, мына жерге дейін $200. Мына жақта пипстарды да есептеп қойсаңыздар болады. Мысалы, 50 пипсқа дейін бізде 0,1 лотпен $50 болады. 100 пипсқа дейін $100 деген сияқты. Осылай есептесеңіздер болады. Стопты да дәл солай жылжытып, мысалы 50 пипсқа дейін $50, 30 пипсқа дейін $30 деген сияқты бетіп установить дейміз. Баға қазір төмен түсіп, осы жаққа келген кезде автоматически өзі алып кететін болады.